Мен кіріп отырмын да, мен қазір кіріп отырған кезде мында аты жөнім шығады. Сөйтіп создаттыңыз, добавить видео. Сөйтіп файлдың жазылған орнын көрсетсін маған. Мысалы бізде видеоның ішінде дедік та. Мына. Открыть. Енді мына жерге атын жазасың. Мысалы мультик. Мультик. Мына жерге не жайлы? Мысалы оқу процесі, оқу деп. Одан кейін төменге түсесің. Егер мынаның ішіне бір сурет сақтау керек болса, бір значок қойып кетесің да. Осының ішіне. И плейлист дейді. Сөйтіп қандай папкаға сақтап қоясың. Мысалға мынау мультик қой, енді мультик болғаннан кейін қызыма деп қоямын. Қызым дегенге қоямын. Окей деп. Ары қарап мына жерде сұрайды. Бұл не? Мына видео кімге арналған? Тек қана балдар болса онда шектеу болады да. Ана үлкен адамдар онша көп көрмейді. Нет десек, онда бәріне доступный болады. Сабақ салсаң бәріне доступный сала беру керек шығар, бәріне доступный информация келді. Енді дополнительный өзі тексереді неге. Тексеріп, мына жерде нелерді қойып шығады. Проверканы. Егер біреудікі авторлық құқығы болса, мынадан арғы өтпейді. Кейін мына жерде ограничение қоясың. Мынаны тек қана менің өзімнің таныстарыма қоюға болады, сілтемені жерген кезде. Немесе открытие десең, мына мультик деп іздесе, барлық адамға шыға береді. И опубликовать дейсің. Болды. Опубликовать деген кезде мына жерде несі шығады, пайызы шығады. Мынаның бар ғой, тексереді. Тексеріп іздейді бұны бар ғой. Егер мынау мультик бір жерден шыққан болса, немесе бір не болса, ол кезде мынаны маған запрет қылады да, қайтып менен бір балл минус етіп отыра береді. Болмайтын видеолар салған кезде. Болды ма сонда? Сөйтесің да маған удалить етіп отыра бересің тек. Міне болды, осымен жойда бересің. Есте удалить. Скачать не ссылка.